Құдайдың киелі халқы, Құдай сіздерді жарылқасын. Құдай сізді өте қатты сүйеді. Құдай сіздерге әрқашанда саулық бергісі келеді. Әрқашанда сөнген үміттеріңізді оятып, сіздерге қуаныш сыйлағысы келеді. Құдай сіздерді жарылқасын. Ынтамен осы уағызды тыңдап, Құдайдан сөз алып, алға қарай ұмтылыңыздар. Исаға қарай бет бұрып, Исаға сенімдеріңді артыңыздар. Аумин. Лука жазған ізгі хабарда 7-ші тарау 11-ші аятта былай деп жазылған. Біраздан кейін Иса Наин атты қалаға барды. Оған шәкірттері және көп халық еріп жүрді. Иса қала қақпасына жақындаған кезде жұрт біреудің митін кәбірге қоюға алып шыға келе жатты. Бұл бір жесір әйелдің жалғыз ұлы екен. Жесірге қаладан көп халық ілесіп шығып келе жатты. Иеміз Иса әйелді көргенде оған жаны ашып, жыламаңыз деп жұбатты. Содан ол жақындап барып, табытқа қолын тигізді. Табыт көтергендер тоқтағанда Иса, балам, саған айтам, түрегел деді. Сонда өлген жігіт түрегеліп отырып, сөйлей бастады. Иса оны шешесіне табыс етті. Жұрттың бәрі үрей биледі. Олар, арамызда ұлы пайғамбар шықты, Құдай өз халқына игілік істеуге келді деді. Көрдіңіздер ме? Құдайдың ғажайып ісі мәңгілік. Егерде сені өшіп қалған үмітің болса, егерде сені өшіп қалған бір армандарың болса, ешқашанда өшірме. Құдайға сен, Құдайға үміттен. Құдай сол үмітті оятып, саған қуаныш сыйлайды. Әрқашанда дұға ет, әрқашанда Құдайға өз жағдайыңды тапсыр, әрқашанда Құдайға сен, әрқашанда Құдайға айт. Міне менің саған деген сенімім, міне менің саған деген өмірім, міне менің саған деген жүрегім. Әрқашанда Құдайды мадақта, әрқашанда Құдайға ән айтып, Құдайдан саулық сұрасан, Құдайдан өшіп қалған үміттерді көтерсен, Құдай саған жауап береді. Сондықтан осы жесір әйелдің жан жүрегін Құдай көрді. Ол әрқашанда саған да жаны ашиды. Осы жесір әйелге Құдайдың Исаның жаны ашығандай, саған да жаны ашиды. Ол сенің барлық мұң-мұқтаждықтарыңды біледі. Ол сенің барлық армандарыңды, өшіп қалған, сөніп қалған үміттеріңді әрқашанда жандырып, әрқашанда сенің үмітіңді Құдай ақтауда. Өйткені сенің дұғаларың егерде шынайы жүректен шығатын дұға болса, осы жесір әйелдің жалғыз үміті, жалғыз баласы қайтыс болғанда, ода бәрі өшті. Сол ұлмен барлық армандары да өлді. Бірақ та Құдай, ол сені ешқашан жалғыз қалдырмайды. Құдай айтады, мен жесір мен жетімдердің жағындамын. Мен оларға қол ұшымды созып, оларға көмектесемін деді. Сондықтан осы киелі кітап, ол әрқашанда біздерге ақиқат, шындық. Біздер осы киелі кітаптарға әрбір сөзге сенуіміз керек. Егерде біздер қиыншылық кешіп жатсақ өмірімізде, Құдайға сеніп, сол қиыншылықтарға, Құдайға дұға етіп, сол қиыншылықтарға мойынсынбай, Құдайға мойынсынып, біздер сонда күшті боламыз. Біздер жеңілпаз боламыз. Өйткені айқыш ағашта сен үшін Иса Масих өліп, үшінші күні қайта тірілді. Саған өмір беру үшін, сенің үмітіңді жандыру үшін, саған қуаныш беру үшін, әрқашанда өзінің үмітіңді, егерде ол өшіп жатса, айт, жоқ, мен Құдайға сенемін. Құдай менің үмітімді ешқашанда өшірмейді.
Ол маған жаңа деңгей, жаңа күш, жаңа сенім береді. Менің қанатым ешқашанда солып қалмайды, ешқашанда талмайды. Мен су жағасындағы ағашқа іспеттімін. Ағашқа ұқсаймын, ағаш іспеттімін. Менің жапырақтарым ешқашан солмайды. Және сол ағаш іспетті, мен жемісімді өз уақытысында әкелемін деп. Сондықтан Құдай сізді жарылқасын. Құдай ешқашанда сіздерді тастамайды. Құдай осы киелі кітаптағы 7-ші тарау 11-ші аятта жазылғандай, осы жесір әйелге қол ұшын созып, оған қуаныш сыйласа, саған да сыйлайды сол қуанышты. Саған да сол жеңілпаз рухты беріп, көптеген адамдар айтады, осы кезде Құдай бізбен бірге. Осы кезде Құдай маған жәрдем беруші ретінде келді. Құдай ол менің күшім деп әрқашан дұға ет. Құдай сіздерді әрқашанда көтерсін, саулықтырсын, өздерінің үміттеріңді әрқашанда армандарыңызды Құдайға көтеріп, әрқашанда қуанышта, жеңілпазда өмір сүріңіздер. Иса Масихтың атынан, аумин.